Қайырлы күн, құрметті қоғамдық тыңдаулардың қатысушылары. Қазақстан Республикасының экологиялық кодексінің 96 бабының ережелеріне сәйкес қор акционерлік қоғамы шығыс керуенші кен орны үшін қоршаған ортаға әсер етуге экологиялық рұқсат алуға арналған материалдар, жобалық құжаттар, рұқсат етілген шығарындылар нормативтерінің жобасы, қалдықтарды басқару бағдарламасының жобасы, өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасының жобасы, табиғатты қорғау іс-шаралары жоспарының жобасы, қоршаған ортаны қорғау бөлімі бойынша қоғамдық тыңдаулар ұйымдастырылды. 2021 жылғы 3 тамыздағы номер 286 бұйрықпен бекітілген қоғамдық тыңдаулар өткізу қағидаларының 21 тармағын басшылыққа ала отырып, мен Әбілда Озат Досболатұлы жергілікті атқарушы органның өкілі ретінде бүгінгі тыңдаулардың төрағасы боламын. Тыңдаулар төрағасының құқықтарында ашық жиналыс нысанындағы қоғамдық тыңдауларды ашық деп жариялаймын. Бұл ретте қағидалардың барлық талаптарын сақтай отырып, белсенді қатысушылардан сұраймын. Қоғамдық тыңдауларды өткізу үшін бізге қатысушылар арасынан хатшыны таңдау қажет. Есина Анастасия B+ жауапкершілігі шектеулі серіктестігі инженерлік экологын қоғамдық тыңдаулардың хатшысы ретінде сайлауды ұсынамын. Егер қарсылықтарыңыз жоқ болса, қолдаймын деп дауыс берулеріңізді сұраймын. Осылайша көпшілік дауыспен Есина Анастасия қоғамдық тыңдаулардың хатшысы ретінде таңдап алынды. Бүгінгі жиналысқа жобаға қатысты жоба жетекшілері мен ұйымдардың мамандары және мүдделі органдардың өкілдері Zoom конференциясы арқылы қатысуда. Сонымен қатар қоғамдық тыңдауларды өткізу қағидаларына сәйкес қоғамдық тыңдаулар регламентін сіздің назарларыңызға жеткіземін. 15:30-16:00 дейін қоғамдық тыңдауға қатысушыларды тіркеу. 16:00-16:20 кіріспе сөз. 16:20-16:35 қоршаған ортаға ықтимал әсерлер туралы есепті баяндама. 16:35-16:45 сұрақтар мен жауаптар сессиясы. 16:45-17:00 қорытынды жасау қоғамдық тыңдаулардың жабылуы. Аталған регламентке дауыс берулеріңізді және бекітулеріңізді сұраймын. Қарсылықтарыңыз жоқ па? Жақсы. Бейне және фото түсірілім жүргізіп жатқан естеріңізге саламын. Баяндама аяқталғаннан кейін сұрақтарды қоюларыңызға болады. Барлық ескертулер мен ұсыныстар қоғамдық тыңдаулардың хаттамасына енгізілетін болады. Алайда қоғамдық тыңдаулар тұрғысынан сұрақтар қоюыңызды сұраймыз. Сөз сөйлеушілерді бөлмеуді, сыпайы болуды, іс-шараның барлық қатысушыларына сөйлеуге мүмкіндік беруді өтініп сұраймын. Сұрақтарды қоймас бұрын өзіңізді таныстыруды және өкілдік ететін ұйымның атауын, лауазымыңызды айтуды сұраймыз. Сөз кездегі қоршаған ортаға ықтимал әсерлер туралы есепті әзірлеуші өкілі баяндамашы Бекеева Ақерке Орынбекқызына беріледі. Қайырлы күн, құрметті қоғамдық тыңдауларға қатысушылар. Менің атым Бекеева Ақерке Орынбекқызы. Бүгін сіздерге Қор мұнай компаниясы акционерлік қоғамының шығыс керуенші, яғни Восточный Караванчи кен орны үшін қоршаған ортаға әсер ету экологиялық рұқсат алуға арналған материалдар, яғни жобалық құжаттар, рұқсат етілген шығарындар нормативтерінің жобасы, қалдықтарды басқару бағдарламасының жобасы, өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасының жобасы, табиғатты қорғау іс-шараларының жоспарының жобасы және қоршаған ортаны қорғау бөлімі жұмыс жобасының қоршаған ортаға әсерін бағалау жөнінде есепті таныстыратын боламын. Жұмыс жобасын әзірлеу мақсаты, яғни жобаларды әзірлеу мақсаты 2026-2027 жылдарға арналған рұқсат етілген шығарындар нормативтерінің жобасын түзету, қоршаған ортаны қорғаудың тиісті бөлімдерін әзірлеумен қатар жүретін бірқатар жобаларды іске асыруға байланысты. Бұл жобаларды іске асыру кәсіпорынның ағымдағы өндірістік қызметін қамтамасыз етуге бағытталған. Бұдан кейінгі слайдта ситуациялық карта, яғни объекттің орналастыру ауданының схемасы көрсетілген, және 5-6 слайдтарда жұмыс ауданының шолу сызбасы. Одан кейінгі слайдта құрылыс жұмыстар және пайдалану кезеңдерінде жұмыс жобасының атмосфералық ауаға әсерін бағалау. Жобаланған жұмыстарды іске асыру кезінде 113 стационарлық көздер анықталды, оның 50 ұйымдастырылған және 63 ұйымдастырылмаған. Құрылыс жұмыстары кезеңінде 40 стационарлық көздер анықталды, оның 25 ұйымдастырылған және 15 ұйымдастырылмаған. Сонымен қатар күрделі жөндеу жұмыстары кезеңінде 5 стационарлық көздер анықталды, оның 6 ұйымдастырылған және 1 ұйымдастырылмаған. Олар атмосфераның ластану деңгейін талдау кезінде, яғни құрылыс кезінде жердегі концентрациялар атмосфералық ауаның стандартты сапа критерийлерінен төмен мәндерге ие болатындығын және санитарлық қорғау аймағының шекарасында шекті рұқсат етілген концентрациядан аз болатындығын көрсетті. Одан кейін құрылыс кезеңінде және пайдалану кезеңдерінде ластаушы заттарының шығарындылары пайызбен көрсетілген.
Одан кейінгі слайдта құрылыс кезеңінде суды тұтыну және суды бұру. Құрылыс жұмыстары учаскесінде су тек ауыз су және шаруашылық тұрмыстық қажеттіліктер үшін, сондай-ақ өндірістік қажеттіліктер үшін пайдаланатын болады. Құрылыс монтаждау жұмыстарын орындау жұмыс істеп тұрған кәсіпорын жағдайында жүргізіледі. Шаруашылық және өндірістік қажеттіліктерге арналған су автоцистерналар әкелінеді, сондай-ақ ауыз су бөтелкедегі сумен берілетін болады. Техникалық сумен жабдықтауды жақын орналасқан кен орындарына су алу есебінен қамтамасыз ету көзделген. Пайдалану кезеңінде суды тұтыну және суды бұру жоқ, өйткені учаскеде технологиялық процестер басқару герметикалық жүйесі жүзеге асырылады. Өндірістік қажеттіліктерге ауыз су пайдаланылмайды, ағынды суларды ағызу жер үсті су объектілеріне жүзеге асырылмайды, жер үсті және жер асты суларына әсері болжанбайды. Одан кейін топыраққа өсімдіктер мен жануарлар әлеміне әсерін бағалау. Өсімдіктер мен жануарлар түрлерінің популяциясының өзгеруі болжанбайды. Негізгі көші-қон жолдарында жобаланатын объектіден тыс орналасқан, жоспарланған іс-шаралар құстар мен жануарлардың көші-қон белсенділігіне әсер етпейді. Топырақ қасиеттерінің өзгеруі күтілмейді және топырақ алар қасиеттерді сақтайтын болады. Өсімдіктер мен жануарлар әлемінің өкілдерінің генетикалық қорына әсері жоқ. Одан кейін 12 және 13 слайдтарда қалдықтарды басқару бағдарламасын іске асыру жөнінде іс-шаралар жоспары көрсетілген. Объектіні пайдалану кезеңінде пайда болатын өндірістік қалдықтарды мамандандырылған бөгде ұйымдарға беру, уақытша сақтауға арналған арнайы контейнерлерді сатып алу, қалдықтарды уақытша жинақтау үшін ыдысты таңбалауды жүзеге асыру, қалдықтармен жұмыс істеу бойынша жауаптылар тағайындалу және өндіріс және тұтыну қалдықтарының түзілуін, әкетілуін, залалсыздандыруын және кәдеге жаратылуын есепке алуды енгізу. Мұнай кәсіпшілігі объектілерінің аумағында уақытылы тазалауды жүргізу, қызметкерлер мен қалдықтарды жабдықталмаған орындарда рұқсатсыз орналастыруға жол бермеу туралы нұсқама жүргізу және жауапты тұлғаларды бекіту. Кәсіпорын қалдықтарын уақытша сақтауға жауапты тұлғаларды бекіту, экологиялық ағарту және насихаттаумен айналысатын мамандардың біліктілігін арттырып отыру. Мерзімді экологиялық басылымға жазылу, көрнекі үгіт плакаттар мен қоршаған ортаны қорғау жөнінде құралдарды сатып алу, нормативті құжаттарды уақытылы әзірлеу, өндірісті экологиялық бақылауды жүргізу және түзілетін қалдықтардың құрамы мен қауіптілік деңгейін нақтылау. Одан кейін өндірісті экологиялық бақылау бағдарламасы. Бірінші және екінші санаттағы объектілердің операторлары үшін Қазақстан Республикасының экологиялық кодексінің 182 бабының талаптарына сәйкес өндірісті экологиялық бақылауды жүзеге асыруға міндетті. Өндірісті экологиялық бақылаудың мақсаттары: объектінің операторларының ішкі экологиялық саясатқа, қоршаған ортаға ықтимал әсер ететін өндірістік процестерді бақылауға және реттеуге қатысты шешімдер қабылдау үшін ақпарат алу, Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасының талаптарын сақталуын қамтамасыз ету, өндірістік процестердің қоршаған ортаға, адамдардың өміріне және денсаулығына теріс әсерін барынша азайту, табиғи және энергетикалық ресурстарды пайдалану тиімділігін арттыру, штаттан тыс жағдайларда жедел алдын алуға әрекет ету, объект операторларының басшылары мен қызметкерлерінің экологиялық ақпараттылығы мен жауапкершілігінің жоғары деңгейін қалыптастыру, кәсіпорынның экологиялық қызметі туралы жұртшылықты ақпараттандыру, экологиялық менеджмент жүйесінің тиімділігін арттыру. Одан кейінгі слайдта қоршаған ортаны қорғау жөнінде 2026-2027 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары. Қоршаған ортаны қорғау жөнінде іс-шара мыналарды қамтиды: жылжымалы көздерден ластауыш заттар шығарындыларын алдын алу және азайту жөнінде іс-шараларды орындау, өндіріс және тұтыну қалдықтарын уақытылы шығару, ластауыш заттарды шығарындылардың көздерінде шаңды басу, аумақты абаттандыру және көгалдандыру, контейнерлердің жарамдылығын бақылау, аумақты қоқыстардан үнемі тазалап отыру, өндірісті экологиялық мониторинг жүргізу және өндірісті экологиялық бақылау есептерін жасау, қоршаған ортаны қорғау мәселелері бойынша мамандардың біліктілігін арттыру, экологиялық мерзімді басылымдарға жазылу. Жобаның, яғни құрылыс монтаж жұмыстары кезінде қоршаған ортаға кері әсерін азайту шаралары: шаңды басу үшін құрылыс алаңдарына, жолдарға су шашу, шаң шығаратын материалдарды брезентпен немесе басқа жабындылармен тасымалдау, жұмыс істеп тұрған құрылыс техникасының қозғалтқыштарын дұрыс реттеп, жанармай қалдықтарын барынша азайту, кәріз суларын жинау және арнайы ұйымдармен келісім-шарт бойынша оларды қауіпсіз түрде шығару, топыраққа жанармайдың материалдарының түсуіне жол бермеу үшін техниканы арнайы орындарда ғана жанармаймен толтыру және жөндеу, жасыл желектерді негізсіз кесуге жол бермеу,
құрылыс қалдықтары мен тұрмыстық қалдықтарды арнайы контейнерлерде жинақтау және өндіріс қалдықтарын дер кезінде шығарып отыру. Осы шараларды сақтау құрылыс монтаж жұмыстарының кезеңінде қоршаған ортаға әсерді барынша азайтуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар нысанның орналасқан аудандарға іргелес аумақтарда қорықтар, мұражайлар, сәулет ескерткіштері жоқ. Бұл объект үшін атмосфералық ауаның сапасына арнайы талаптар талап етілмейді. Осы жоғарыда келтірілген материалдар негізін келесі қорытындылар жасауға болады. Құрылыс жұмыстары және пайдалану кезеңінде атмосфералық ауаға әсер етуге рұқсат етілген деп бағаланады. Бағалау нәтижелері бойынша нысанның құрылыс кезеңінде қоршаған ортаға әсерді шамалы болады және экожүйеге елеулі өзгерістер әкелмейді. Пайдалану кезеңінде де әсер орташа деңгейде және экожүйеге қайтымсыз өзгерістер туғызбайды. Жер асты және жер үсті суларының ластануы әсер етпейді. Құрылыс объектісінің әсер ету шегінде топыраққа әсері рұқсат етілген деп бағаланады. Биологиялық жүйеге әсер ету рұқсат етілген деп бағаланады. Яғни бұл өсімдіктер мен жануарлар әлемінің қолданыстағы түрлі құрамының өзгеруіне әкелмейді. Әлеуметтік және экономикалық аспектілерге әсері жергілікті экономика үшін және жергілікті халықты жұмысқа орналастыру үшін оң деп бағаланады. Қолданылатын заманауи технологияларды ескере отырып, жобаны іске асырудың қоршаған ортаға әсері минималды деңгейде болады. Қоршаған ортаға әсерді бағалау нәтижелері бойынша нысанның құрылысы мен пайдалануға берілуі елеулі экологиялық зардаптар әкелмейді. Рұқсат етілген шығарылымдар нормативтерінің жобасы Қазақстан Республикасының қолданыстағы табиғатты қорғау заңнамасының талаптарына сәйкес қоршаған ортаға теріс әсерді қысқарту мақсатында орындалады. Осы жобада технологиялық процестердің қоршаған орта компоненттеріне әсері қарастырылып бағаланады. Жүргізілген жұмыстарды талдау көрсеткендей, осы объектінің өндірістік қызметі кезінде теріс әсер тек аумақтың атмосфералық ауасына әсер етеді. Кәсіпорынның топыраққа, өсімдіктерге, жануарлар әлеміне әсері шамалы. Бұл компоненттерге объектінің физикалық болуы және жердің бұзылуы айтарлықтай әсер етеді. Сонымен қатар ұсынылған іс-шараларды іске асыру кезінде кәсіпорынның қоршаған орта компоненттеріне теріс әсері азайтылады. Қоршаған ортаға әсер ету жергілікті болып бағаланады және табиғатты қорғау шараларымен, төлемдермен және жерді қалпына келтірумен өтелетін болады. Тұтастай алғанда, болжамды жұмыстар аудандағы қоршаған ортаға әсерді бағалау, құрылыс және пайдалану жұмыстарының салдарынан ұсынылған табиғатты қорғау шараларын сақтаған кезде жұмсаулықтың маңызды болмайтындығын көрсетті. Қоғамдық тыңдаулар Қазақстан Республикасының экология, геология және табиғи ресурстар министрінің 2021 жылғы 3 тамыздағы номер 286 бұйрығына сәйкес қоғамдық тыңдаулар өткізу ережесіне сәйкес ұйымдастырылды. Назарларыңызға рахмет. Енді сұрақтар мен жауаптар сессиясы. Жоба бойынша ұсыныстар, сұрақтар, түсініктемелеріңіз бар болса, сіз оларды ұсынылатын ұйымның атауын, өкілдің тегін, аты жөні мен әкесінің атын болғанын көрсетіп қоя аласыздар. Сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ. Сұрақ жоқ. Зарина, вы нас слышите? Здравствуйте. Сұрақтар жоқ, материалдық заучение разбереміз. Все, рахмет. Жақсы, сау болыңыздар. Сұрақтар, ұсыныстарыңыз болмаса, онда бүгінгі қоғамдық тыңдаулар өткізілді деп жариялаймын. Қоғамдық тыңдауларды жабық деп жариялаймыз. Уақыт тауып белсенді қатысқандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар.